Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеоны мен бойдақ қыздарға арнағым келеді. Өйткені бірнеше айлардан кейін мен уже өмірімнің келесі статусына кезеңіне өткелі жатырмын. Негізі өзімнің күйеу жігітіммен танысу немесе қосылу деп айтса да болатын шығар. Оқиғасы өте қызық. И өзім 25 жасқа шығып өзімнің адамды осы уақытта жолықтырғаннан кейін басқа құрбыларымнан, басқа қыздардан, инстаграмдағы қыздардың барлығын оқып, естіп, білмеймін, қоғамдағы жайттарды естіп жатқаннан кейін мен ойлаймын, бұл актуалды тема деп. Біріншіден, мен жасым 25-ке дейін маған негізі онша адам айтпапты, честно бар ғой, қашан күйеуге деген секілді. Шүкір, менен бұрынғы әпкем өзі 31 жасында күйеуге шығып өзінің адамын тауып қазір бақытты болып отқаннан кейін, мне кажется, адамдар поняли. Қай жаста екенін адам білмейді, оны Алла бұйыртқан күні бар, сол күні кететін қыз кетеді деп. Кейін асығып, ойбай, жұрттың сөзі не деп айтады екен, ойбай, мен там қиналғым келмейді деген сияқты күйеуге шығып, не из-за того человека шығып кеткеннен көрі, өзіңнің адамыңды дұға етіп сұраған адамыңды күтіп, соған қанша жаста болсын шыққан дұрыс деп ойлаймын. Екінші, енді мен лично өзімнің опытыма келетін болсам, маған ата-анам прям қатты қысым көрсетпеді. Бірақтан айтатын жігіт бар ма, че там, мынандай деген секілді. Сол кезде мен уже өзімді ыңғайсыз сезінетінімді мамаға айтатынмын: мам, пожалуйста, мені ондай сұрамаңызшы. Мен болған күні өзім айтамын, дайын кезде немесе дұрыс адам жолыққан кезде өзім шығып бара жатырмын деп айтамын деп. Бірақ егер маған айта берсеңіздер, мне некомфортно, мен Таразға уже келгім келмейді, келмей қоямын деп айттым. Да, это, наверное, грубо, солай, енді қайтемін. Басқа біреулер айтып жататын болса, рахмет, жаным, әпкем, сіз мені қатты уайымдап жатыр екенсіз, я это понимаю, я это ценю. Давайте сіз мені қатты уайымдасаңыз, маған дұға етіп қойыңызшы, жақсы жар жолықсын деп. Если біреумен қатты таныстырғыңыз келіп жататын болса, онда инстаграмымды беріңіз, да. Егер басқа жолымыз тоғысып, сол адам менің тағдырым болатын болса, сөйлесіп, білесіп көрерміз. Немесе, не судьба, так не судьба деген секілді. Екіншіден, біреудің сөзі вообще біреуді, тем более сізді, мені алаңдатпауы керек деп ойлаймын. Ел не демейді, ешек не жемейді деген тема деп айта аламын. И потом после этого қыздардың ішіндегі сезім, по-любому адамның ішкі сезіміне ол елдің, жұрттың сөзі, көріп жатқан кинодағы, қасындағы қатарластарының болған оқиғалар әсер етеді. Жақсы жағынан болатын болса, ол неге мен өзімнің адам жолықтырмадым, неге маған жақсы жігіт жолықпай жатыр, вроде бы жігіт көп, вроде бы сөз айтып жатқандар көп, но почему нет того самого, где он деп ойланатын кездер болады. Немесе наоборот, әпкесінің, подругасының, там, ата-енемен проблема и так далее естіп алады да, күйеумен. И девушки не хотят замуж. Вообще ол теманы алыстап, даже жігіті болса да, ойбай, ол туралы айтпа, я не готова деп айтады да. Біріншіден, мен айтатын едім, вообще бүкіл бойдақ қыз, мы должны работать над собой. Ол қала, ойбай, я виновата, проблема во мне. Ондай емес, вообще проблема ни в каком смысле, ни в каком случае не в нас. Біз просто позитивном смысле өзіміз үшін өмір сүріп, өзіміз үшін дамуымыз керек. Жігіт үшін емес, күйеу үшін емес, там басқа біреу үшін емес, да, лично для себя. Біріншіден мен айтатын едім, ол духовность. По-любому біз мұсылманбыз, ислам ұстанамыз, ішімізден рухани тұрғыдан дамуымыз керек деп ойлаймын. Екіншіден, ол біздің психологиямыз. Травмалар бар, установкалар, они существуют. Да, мы не должны обижаться на родителей, но мысалы біз ата-анамызды көреміз, и ойбай, как она может так деген секілді іштей осуждать еткен кезде, біз сол ата-анамыздың сценарийін қайталаймыз. Былайша айтқан кезде, ал қалай көр давай деген секілді. Бұл ажырасу болсын, даже ажыраспаған благополучный семьяда болсын, мамамыздың слишком тазалыққа деген қатып қалғанындай қалай щепетильностін біз осуждать етуі мүмкін, да, и ол бізге басқаша отражаться етуі мүмкін деген секілді. Неше түрлі историялар бар. Осы нәрсені установкаларға прорабатываться етсек болады. Немесе, мысалы, мен всегда ойлайтынмын, басқа біреулер айтып жатса проблемаларын, ой, мен то проблема, менің күйеуіммен мынау проблема, анамен мынандай проблема деп. Я выслушивала, я постаралась поддерживать их, но мен сыртынан щит қоятынмын сразу. Жоқ, бұл проблема менікі емес, эта проблема меня никак не касается, менікі барлығы жақсы болады. Мен Аллаға сенемін. Екіншіден, у меня будет все хорошо. Я закрыла тему деп. И установкаларға байланысты по-любому тең-теңмен деген сөз бар. Сен өзіңнің қандай проблемаларың бар, соған пазл болып тиетін сондай жігіт жолғады негізі ше. Сенің айна деген бар, отражение деген бар, отношение капец вас будет отражать, и по-любому сені триггерить етіп тұрған нәрселеріне одан бетер тұз себетіндей жағдайлар көп болады. И поэтому егер уақытың бар, ол уақытыңды бос болса, ойдақтық кезде ой деп негативный мысларға көңіл уақытпен заполнять еткенше, олармен
лучше өзіне көңіл бөліп, энергиянды жақсартып, солай жасаған дұрыс деп ойлаймын. Вот рухани, психологиялық и материальный. Девушка, вообще любой человек должен хорошо зарабатывать. Ақша болу керек. 200-300 мың, окей, может для кого-то это хорошая сумма, может для кого-то 500 тысяч нормальная сумма. Но старайтесь хорошо работать, себя развивать в профессиональной сфере и хорошо зарабатывать. Ол ақшаны там өзінің денсаулығына құртасың, жақсарту мағынасында, жаман черный деньги емес, саяхатқа құртасың, өзінің біліміне құртасың, ата-анаңа пайдаңды келтіресің деген сияқты. Потом профессиональная деятельность. Өзіңді бір анық салада құрып алған дұрыс деп ойлаймын бойдағы кезін. В целом любой уақытта. Ол маркетинг болсын, ол SMM, мобилограф болсын, ол финансы болсын, бухгалтер болсын, модератор болсын, я не знаю, кто, хоть врач болсын, өзіңді прям жақсы карьерный лестницаға салып алған дұрыс деп ойлаймын. Ол қалай өзіңді университет оқисың ба, магистратура оқисың ба, там квалификацияны арттыратын курстар оқисың ба, жақсы мүмкіндіктер табасың ба, хантить етесің ба жұмыстарды. Потом материально айттым, и саяхат өте осы нәрсені міндетті деп айтатын едім, өйткені ел көрген, жер көрген по-любому өте қатты влиять етеді, сенің мышлениеңді өзгертеді, и поэтому саяхаттап үлгеруге тырыс деп айтатын едім. Я бәлкім 200-300 мың тауып жүрген кезде саяхат туралы ойлау мүмкін емес деп ойлайтын шығарсыз, но маған өзіме қатты мотивация болған кезінде, осы 2021 жылдары, әпкемнен сколько ты зарабатываешь деп сұрасам, 300 мың, 400 мың деп айтады. Мә деп таңғалдым, я больше тебе зарабатываю, но мне ничего нет деп. Оказывается, мен ақшамның көп бөлігін доставка, Глобо, Яндекс тамақтарға, там таксиға құртып тастайды екенмін да. Ол әпкем сол ақшаның берекесін ұстап, кіргізіп, финансовая грамотность жасаған ба, үйде машинада алып тастады, саяхатында жасап жүр. Поэтому ақшаның көптігі аздығынан емес, адам ақшаның сол басқара алуында екен. Сондықтан осы тема туралы іздеуге кеңес беретін едім. Бірінші тема вот жазып алғам ғой, қандай темалар айтамын, не айтамын деп. Потом қазір есіме түсіріп алайын, қайсысын айтатынымды. Вот, sorry. Қыздар, когда выходили замуж, мои подруги, они всегда говорили, вот мен қандай список жаздым, тура сондай болып жігітім сондай деп, блин, мен вау деп қарайтын басында бір былай түсіндірейін, мен блокноттың ішіне 4-ке бөлетінмін, блокнотты. Мына жаққа жазатынмын, оның имани, рухани тұрғысынан и адамның мінезі қандай, ол сабырлы болсын, мужественный болсын, мынандай деп жазып шықтым. Все то, что я хочу. Екінші графаға мен жаздым, оның физикалық тұрғыда қандай хочу я его, чтобы он выглядел. Оның шаштары там қалай айтады, кірпі деп айтама, сондай болсын, оның көздері мынандай болсын, шашы мынандай болсын, денесі мынандай болсын деген сияқты, қатты мускулисті емес, но в целое время мускулдар шығып тұратын деген сияқты я описывала. Потом үшінші жеріне мен материальный жағдайын жазатын. Ол осындай, оның көзқарасы осындай, оның мышлениесі осындай деген сияқты заттар. Төртінші графасында, я что-то не помню, кажется, отбасын жаздым ғой, мен прям досконально жазып, досконально Аллахтан сұрайтын, Аллахым, оның бауырлары осындай болса екен, оның бауырлары осындай мышлениеда болса екен, немесе оның әке-шешесі осындай модерн стайл болсын, но и в то же время кішкене традицияны білетіндей болады ғой, бір слишком овер традиционный емес, но в то же время екі жақты түсінетіндей адекватный күйеу и адекватный ата-ене мен адекватный қайын жұрт өліп меньше. И сол 4 графамен жаздым, я про это забыла, қыздар айтады, меня это нервировало, и когда со мной это случилось, мен қатты таңғалдым. Былай қарасам, оказывается, мен дұға еткен барлық нәрсе реально орындалған екен. Мен оларды жазып қойып, бетіне қарап, немесе не етіп отырған жоқпын, келесі бетіне мен жаздым. Мен осындай жігітке лайық болу үшін мен қандай қыз керек жалпы да, өйткені мен ойлайтынмын, мысалы, маған келетін жігіттер, маған сөз айтатын жігіттер маған ұнамай жатыр, өйткені бәлкім екеуміз екі түрлі деңгейде шығармыз, бірақ мен қалайтын жігіттің деңгейіне мен жетпеген шығармын, өйткені олардың да өзінің қалауы бар, ондай жігіттер де өзінің қасында определенный бір образда қызды көргісі келеді деп ойлайтынмын. Сөйтіп мен өзімнің списогымды жазып шықтым, қарадым, и мен ішімнен ойладым, Маржан, ты должна развиваться, но не для кого-то, а для себя. Осындай қыз болғым келеді, блин, күшті ғой, өзіне қарап мен сондай адаммын деп, машаллах, Аллахым шүкір, рахмет деп айтып отыратындай. И менің коронный, мен білмеймін,
авторский деп айта алмаймын енді, бірақ өте қатты жақсы көрген дұғам бұл: Аллахым, пожалуйста, мен үнемі саған шүкір айтып отыратындай күйеу және үнемі шүкір айтып отыратындай ата ене мен қайын жұрт берші. Мен саған, сен мені білесің, жүрегімде не қалайтынымды, маған не керек екендігін барлығын білесің. Мен кейде ауызбен айтатын заттарым ол мен үшін хайырлы болмай қалуы мүмкін, немесе ауызбен айтып жатқан заттарым жеткіліксіз болуы мүмкін. Сен менің жүрегімнің түбінде не керек екендігін, не мұқтаж екенімді білесің. Солардың барлығын маған бер және маған хайырлы, үнемі шүкір айтып отыратындай жаңағы дұғаны айттым. И қазір, Аллаға шүкір, да, это только начало, да, это только, не знаю, возможно, мен ойбай, 4-5 жыл өмір сүріп тастамаған шығармын отбасылық өмірде, бірақ, шүкір, мен каждый момент шынымен шүкір айтып отырамын. И я верю Аллахқа, что мен каждый өмірімнің соңғы моментына дейін осылай шүкір айтып отыратынымды. Вот, одан кейін барып, сори, что-то вспомнил, не айтқым келетін. Сосын маған айтатын еді, мысалы, психологтар болсын, басқа адамдар болсын, үлкен кісілер болсын, екі историяны айтып бергім келеді. Осы өзім естіген кезінде маған әсер еткен. Біріншісі, бір кісі күйеуге шыққан екен, ол кісі тоже 30-ға таман шықты күйеуіне, и қазір бақытты отбасы и так далее. И ол айтады: прикинь, Маржан, кезінде мен күйеуіммен Алматыда екеуміз бірге тұрғанбыз, ол қаланың көшенің мына басында, мен көшенің мына басында тұрғанмын, и екеуміз всегда прогулкаға шығамыз. Мен де кешкі алтыда прогулкаға шығамын, оказывается, күйеуім де кезінде, бойдақ кезінде кешке прогулкаға шығып тұрған екен. Ну, скажем, Төле би көшесі деп айтайық та. Екеуміз всегда бірнеше жыл бойы сағат 6 мен 7 арасында Төле би көшесімен прогулкаға шығып тұрамыз. И получается, прикиньте, на самом деле олар бір-біріне жар етіп жазылған, возможно, да. И күйеуге шығады түбінде, тағдырында бар бір-біріне, бірақ сонша жыл жүріп, екеуі бір көшеде вообще не пересекались. Представляете? И оның басқаша бір ситуациямен Аллах екеуін қосқан. Екінші ситуацияда қыз өзінің дұғасында тілейді: мен оның намаз оқығанын қалаймын, оның мынандай болған қалаймын, силуеті мынандай болған қалаймын, ол мынандай білімі, мынандай материал болған қалаймын деп тілейді. Мына жақтан жігіт тілейді: оның пып ұстанғанын қалаймын, ол өзінің фигурасына қарағанын қалаймын, ол иманды, мынандай болсын деп өзінің жағынан тілеп жүреді. Екеуі екі жақтан дұға етіп жүреді. И потом екеуі үйленеді, күйеуге үйленеді, танысады, бақытты отбасы, бала шағалары бар уже. И осы кезде айтады да, олар, оказывается, екеуі бірге бір фитнес-центрға барған. Бір фитнес-центрға барып жүрген бірнеше жыл бойы, но они никогда не пересекались. Екіншіден, мынау айтады: мен намазды былтыр жазда оқып бастадым дейді. То есть екеуі танысқанға дейін оқып бастаған да. И Аллах қалай екі адамды бір-біріне дайындаған сонда. Мынаның дұғасын біледі, мынаның дұғасын біледі, адамды мынаны өзгертеді уже. Маған иман береді, жүрегіне не салады, мынаған намаз керек болып тұр ғой енді, сондықтан мынаған намаз оқытып қосады деген секілді. Мынаған не керек болып тұр? Ол өзінің денсаулығына, өзінің фигурасына қарайтын, ухоженная қыз болғысы келеді. Она и так ухоженная, но она пп тамақ ұстанбайтын. И алады да Аллах мынаның ойына салады: давай сен пп тамақ ұстанасың, давай сен фитнесқа еще больше былайынан. Она прям нутрициолог болып кетеді да, сол саланы зерттеп, бүкіл нәрсені прям просто өтірік фэнси пп ұстап кетпейді, реально оның салт дәстүріне кіріп кетеді. И екеуін дайындап, екі жақтан қосып, хайырлы болған уақытта отбасыларын құрады. Бәлкім олар 2 жыл бұрын кездескен кезде бір-біріне дайын емес болып, екеуі пазлдары былай келмейтін еді да, и они бы расстались. Аллахқа ол керек па? Нет, Аллах хайырлы болған ана, Аллах нас любит, біздің бақытты болғанымызды, отбасымыз берік болған қалайды, поэтому по-любому бір точкаға келіп түйіседі. Немесе Адам ата мен Хауа ана. Бізде мысалы мынандай тема тоже болады да, қыздардың арасында. Жігіт бірінші шақ жасау керек па, қыз бірінші шақ жасау керек па деген секілді. Оны мен де көп ойланған болатынмын бұрын кездерімде. И маған осы ситуация білген кезде меня это успокоило. Адам ата мен Хауа ана жерге түскен кезде олар қай жаққа түседі? Хауа ана қателеспесем Джидда қаласына түседі. Джидда қаласы Сауди Арабияда орналасқан қала. Адам ата Шри-Ланка аралына түседі. Екеуінің арасы картадан көрінеді, ужасно алыс, білмеймін бар ғой. И олардың екеуінің кездескен нүктесі қай жақта болды? Арафат тауында болды. Арафат тауы жазығы ол қай жақта болды? Ол Меккенің қасындағы қала. Блин, я могу ошибаться, сори, чуть-чуть, ну, примерно осылай. Главный суть в этом кейсе, ол Джидда мен Арафаттың арасы 30 километр ма, 90 километр ма, сондай өте жақын бір-біріне, бір мемлекетте орналасқан қала. Шри-Ланка мен Арафаттың арасы ойбай алыс. Енді Хауа ана Шри-Ланкаға барды ма, либо Шри-Ланкаға жақын жерге барды ма,
жоқ, наоборот, адама да келді да ол жерге, жақын жерге, екеуіне нейтральный зонада кездесті. И білмеймін, может, ислам тұрғысынан, теология тұрғысынан менің айтып жатқаным дұрыс емес, немесе басқаша трактация болады. Жоқ, қалай? В общем, не знаю, может, я ошибаюсь, короче, дұрыс емес түсіндіріп жатқан шығармын, но мен алған инсайт бұл ситуацияда қыз баласына жігіт бірінші әрекет жасау керек, қызға жақынырақ нейтралитет зонаға келу керек деген нәрсеге алып келдім. Ойым шашыраңқы болса, sorry, блин. Но бөліскім келетін нәрсе өте көп, сондықтан быстро хочу все донести. Потом, вот осы ситуациядан кейін енді менің ситуацияма келетін болсақ, менің күйеу жігітіммен мы знакомы больше 10 лет. 10 жылдай уақыт таныспыз. Екеуміз де екі КТЛ-да оқыдық, екі жақтың тараз ұлдар, тараз қыздар деген секілді. Екеуміздің оның однокласснигі мен одноклассницаларымның ағалары деген сияқты ортақ таныстарымыз өте көп болды. Потом біз енді оқушы кезде бір-біріміздің вообще существовать ететінімізді білетінбіз. Кейін өскен кезде сөйлестік, студент кезде сөйлестік. Но арада бір ситуацияларға байланысты мы перестали общаться вообще. Мен крест қойдым, все, нет деп. Сосын он, наверное, ему, наверное, не понравится, но солай болған, мен саған ешқашан күйеуге шықпаймын. Мен хоть умри, я за тебя не выйду замуж деп айтқан едім. Сол кезде каждый раз осылай сөз айтқан кезімде ол маған айтатын, ол сөздерімді менің үйімде шай құйып отырғанда есіңе саламын деп айтатын. Мен реально кейін уже студент кездерден аса уже жұмыс істеп жүрген кезде мен ойланып қорқатынмын, мені алып қашып кетпейді ма деп. Но енді ондай сана түйсігі төмен адам болмағандықтан окей деп қалдыра салатынмын. Потом ең соңғы рет біз сол универ кезінде сөйлесіп, біздің арамызда чуть-чуть түсініспеушіліктер болғаннан кейін мы перестали общаться, бірақ каждый жылына бірнеше рет обязательно ол гүлін жіберіп, жазып, іздеп, давай деп, осы 25 жылға шейін бірнеше рет кездестік. Алматыдан Таразға келіп, ол басқа қаладан Алматыға келіп, солай кездескен болатынбыз бір реттен. И каждый раз мен ойлайтынмын, окей, мен жігітім жоқ қой, почему и будет, давай көрейік деп. Но каждый раз білмеймін, әңгімеміз жараспай, сөйлеспей кете беретінбіз. Сөйтіп всегда ойлайтынмын, жоқ, мен ответім жоқ болатын, всегда жоқ болатын. Но соңғы рет кездескен кезімде бұл соңғы кездесу. Мен ситуэйшншипті жабамын. Мен бұл незавершенный отношение болып қалған шығар бәлкім. Осы нәрсе нүктесін қойып, мен басқа уже бұл адамды, мен де оның өмірінен шыққым келеді, ол да менің өмірінен шықсын деп кездесуге барған едім. И ол кездесуге барған кезде, білмеймін, ол сөзін айтты маған тікесінен. Мен үйленуге ниетім бар, бірнеше уақыт сөйлесіп деген кезде я была в шоке. Ой, үйлену, ой, күйеуге шығу деп айта береміз ғой қыздар ше. Но когда мне в лоб серьезно сказали, я была в шоке. Я не была готова к этому. И негізі осының жоқ, мен ответім жоқ деп айтайын десем, айта алмаймын, представляете? Я не знаю, тот самый, та самая дегенді сезесің өзің деп айтады ғой. Каждый раз маған солай айтқан кезде, ой, блин, қалай мен оны сеземін деп ойлайтын едім да. Но шынымен де сезеді екенсің, солай ниетін білдірген кезде мен жоқ деп просто айта алмадым. Айта алмаймын, аузымнан шықпайды ол сөз ше. И жарайды деп ойланып отырған кезімде, сол кезде, кстати, Наваттың қыздары билеп кетті да, официанттары. И сол кезде маған я выиграла время. Ойланып отырған кезімде бірден, білмеймін, Аллах маған ойыма салды. Бірінші дұғам есіме түсті. Мен соңғы уақыттары бір ай қателеспесем дұға еткен болатын. Аллахым, мен уже миым ашып кетті, мен білмеймін, я слабая, мен дәрменсізбін бұл тақырыпта. Мен білмеймін қайсысы қайырлы, қалай қайырлы екендігін. Аллахым, сделай так, чтобы маған сен қайырлы еткен күйеу, сол жігіт маған алдыма келіп, конкретно менің ниетім осындай деп айтсыншы деп тілеймін. Прям осылай дословно тілеген қатты есімде. Екіншісі, менің жүрегімді аш. Менің жүрегімді аш өткені. Мен қайдан білемін, ол мен қайырлы болып тұрса, ол күшті жігіт болып тұрса, а вдруг мен өзінше болып жоқ деп тұрамын да, мысалы. И үшіншісі, ол мені қатты жақсы көрсе екен деп тіледім. Өйткені жақсы көрген жігіт қана жақсы көрген әйелі үшін бәрін жасайды. Қызы үшін, әйелі үшін барлық нәрсені жасайды. Возможно, ол үшін посуда жуу нонсенс, типа ты чё деген әңгіме да. Но ол жақсы көріп тұрған қызы оған сөйтіп айтса, немесе әйелін жақсы көріп тұрса, ол оны 5 секунд жуып тастайды посудан. Просто образно жасалдым да. Немесе басқа деген секілді. Ол алақанда ұстап өтеді өмірінде. Поэтому менің үш тілегім, мен таң қалдым. Капец, как это прям пазл сложился деп. Үшеуі де келіп тұр да, былайша айтқанда. 10 жыл бойы осылай жақсы көрем, мен сен
менің үйімде келін болып шай құйып отырасың деген секілді темаларды айтқаннан кейін білмеймін, и то мен одан кейін мен өзімде сондай бір сезім бар, бәлкім ол нәрсені любой адамда ашылатын шығар, жүрегі ашық адамдар деп сезу деген секілді. Эмпат емеспін, бірақ галлап бойынша хармониям жоғары, бірақ адамдарды сеземін. Ол просто өтірік айтып тұр ма, то есть жаңағы сезімін, немесе шынымен айтып тұр ма, немесе адам ауырып, немесе ішіндегі бір проблема, ішіндегі бір боль андай держать етіп тұрса, психологически ойшада, проблемада, немесе просто шаршап тұр, я это чувствую, я не знаю, как это работает, но я чувствую. В общем, солай болды, и мен жоқ деп айта алмадым, бірақ ішімде бәрібір не жабық қалған сұрақтар болды. Ол сұрақтар енді любой қыздың несі ғой, мен бұл адаммен өмір сүре аламын ба, ол мені асырай алады ма, ол маған осылай қарай алады ма, ол мені осылай бағалай алады, то есть, как сказать, екеуміздің құндылықтарымыз сай келеді ма деген секілді бірнеше сұрақтар болды. Оны бірнеше встречаларда сөйлесу арқылы ашық жапылған кезде мен өзімнің ответімді иә деп айтқан болатынмын. Тот самый, та самый, сезіледі деп айтады. Мысалы, мен күйеу жігітімнен сұраймын да, неге сен сонша уақыт бойы, не отказался, неге сонша уақыт бойы Маржан, еще, кстати, ол кісі осы февраль айынан бастап 2025-тің сұраған екен да, оның алдында хайырлы жар деп сұраған, февральдан бастап Аллахым осы Маржан Әбдіғалиқызын маған хайырлы жар етіп берші деп. Мүмкін соның барлығы әсер еткен шығар. Опять бағанағы айтқан цепочка бар ғой, типа Аллах екі адамды бір-біріне дайындайды екі жақтан деп. И мы сейчас думаем, егер біз 2021-де, 2018-де болсын, 2023-де, 2022-де каждый жыл сайын, егер мы тогда сошлись, мы бы расстались, потому что мы были две разные. Прям мы абсолютно разные были. Қазір екеуміздің де екі жақтан толысқанбыз, екеуміз де екі жақтан білім болсын, өмірден болсын, таяғымызды жеп, алатын сабағымызды алып, и осы деңгейге жеттік. Осы деңгейде екеуміз бір-бірімізді пазл ретінде толықтыра аламыз. И сондықтан, ну вот, короче. Потом бастапқы уақытта менде де проблема болды. Любой подругама барып, блин, осындай, а вдруг мындай болып қалады. Мен жігіттің өзіне де айта беретін ол нәрсені, а вдруг мындай болады, а вдруг мындай болады, а вдруг былай, а вдруг солай, а вдруг андай деп ше. Это его бесило, конечно, но маған подругам үнемі айтатын, Маржан, гарантия іздеме. Қыздар сондаймыз ғой біз мен онымен точно бақытты боламын ба, мен онымен точно былай боламын ба, ол маған всю жизнь осылай қарап өтеді ма, а вдруг ол өзгеріп кетеді деген секілді. Но гарантия іздеме деген нәрсе. Блин, сори, видео ұзақ болып кетті, но последние две темы остались. Гарантия іздеме, реально бар ғой гарантия. Любой адам өзгеріп кетуі мүмкін. Құдай сақтасын, ертең там несчастный случай болып, адам басқаша болып қалуы мүмкін да. И сондықтан гарантия іздеудің қажеті жоқ. Ешкім еш нәрсеге 100% абсолютно уәде бере алмайды, ешкім еш нәрсеге ешқалай жауап бере алмайды. Поэтому бұл темада қалай? Аллахқа тәуекел. Аллахқа сенім, Аллахқа тәуекел. Мен бағана айттым ғой, үнемі сенетінмін, что у меня будет все хорошо. Мен бұл теманы, любой барлық нәрсені Аллахқа тәуекел етіп үйрендім, Аллахқа тапсырып үйрендім. Менің қолымнан келетін барлығы жасаймын, менің қолымнан не келеді? Видео басында айтқан бағанағы өзімді дамыту, анау мынау келеді, өзімді таза ұстау, осылар келеді деп айталық. Мен қалған нәрселерді өзімнің қолымнан келмейтін, мен қауқарым жетпейтін заттарды Аллахқа тапсырдым. Аллах всезнающий, Аллах адл, Аллах бізді жақсы көреді, біледі барлық нәрсені. Ну вот, сол үшін гарантия іздеудің қажеті жоқ, и Аллахқа тәуекел етіп үйрену керек. Аллахқа тәуекел ету дегенде ол соқыр тәуекел ету емес, соқыр сенім емес, сенің қолыңнан барлығын келетінін жасайсың, саған Аллах ақыл салды, жүрек пен сезім салды, барлығын таразыға сала отырып ойланасың, жүрегіңді тыңдайсың, но и в то же время Аллахқа тапсырасың. Потом жүрегіңді тыңдауды үйрену. Білмеймін, жүрегіңді тыңда деп айтады. Менің де ашуыма келетін иногда. Қалай тыңдайсың ол жүрегіңді? Блин, как это работает деп ше. Но егер исламға иманды арттыру бойынша ислам кітаптарды оқып, подкасттарды тыңдасаңыздар, негізі айтады сол жақта. Жүрек қатайып кетуі мүмкін, немесе жүрек flexible болады да. И қатайып кетеді неге? Сол күнәлар жасаған кезде, бізге окей болып кеткен кезде жүрек қатайып кетеді да. Ал қатайған жүрек, ну, естественно, сен оны тыңдай алмайсың да уже. Оны сен басқармайсың, то есть оны Аллах басқармайды, оны
Ну вот, короче, вы поняли, да? И сол жүректі қатайған сыртын тас басқан лайланып кеткен жүректі ашуға тырысу керек екен. Мен айтпаймын қазір, ойбай, менің жүрегім күшті, иманды, супер пупер, я крутая деп, но это не так. Мен просто айтқым келген нәрсе, шынымен сол жүректі жаным деп қатты аялап, соның айтқанын тыңдап үйренген кезде, ол бізге оно будет подсказывать нам барлық нәрсені, қиналып тұрған шақтарында болсын, не істейін деп ойланып тұрған кездерінде болсын, айтып саған жол көрсетіп тұрады. Сосын мен жақсы көретін дұғам, Аллахым, мен кедеймін, мен ақымақпын, я не могу, я тупая, я такая, Аллахым, сен осындайсың, сен адылсың, сен байсың, сен әл-мұғни, әл-ғанисың, Аллахым, сен могущийсың, сен я алимсың, Аллахым, бәрін білушісің, пожалуйста, Аллахым, осы бір істе, всегда, хоть менің көзім сен бол, менің аяқ қолым сен бол, веди меня, Аллах, менің жүрегім сен бол, веди меня сам, Аллахым деп осы дұғаларды тілеймін, үнемі айтып жүремін. И я думаю, мне это помогает по всей жизни. Сондықтан осы. Одан кейін, кстати, истихара оқыдым. Я истихарада үнемі мен басқа уақытта да қазіргі күйеу жігітіме де оқыған кезімде, я всегда думала, енді солай романтизировать етеді ғой истихараны. Ойбай, түс көресің, түсінде там понятно болады, түсінде саған ол гүл алып келіп жатады, немесе түсінде сен оған күйеуге шығып жатасың деп. Но это оказалось не так. Кейбір мысалы жігіт, қазірде қыздар жүріп жүрген жігіттер болуы мүмкін, сөйлесіп жүрген жігіттер болуы мүмкін. Подругам да айтатын болатын, всегда қай жігітпен жүріп жүрсен де, осыған күйеуге шығамын деп до конца жүрсен де, всегда сен өзің қалаған затыңды дұға ет. Возможно, Аллах сделает так, чтобы этот человек поменялся, или сделает так, чтобы он убрался из своей жизни, и саған лайықты, бір-біріңе лайықты адамды алып келеді деп кеңес берген болатын. Сондықтан, ну вот, короче, кішкене темадан тыс, бірақтан, вот, истихара туралы айтқым келгені, ол, возможно, саған түс арқылы келмейді, возможно, кейбір заттар арқылы келеді. Мысалы, кейбір қыздардың ситуацияларын естимін, ата-аналары қарсы болады, немесе екеулерінің аралары өте көп барьерлар болып кетеді деген секілді. Сондықтан, хайырлы болған жағдай, бәлкім не всегда, но менің өмірімдегі болған жағдайларға қараған кезде бәрі по маслу кетеді. Білмеймін, бәрі оңай болып жолдың бәрі саған ашыла береді, жолға шық, жол өзі алып барады деген секілді. Вот, мен осы Алматыға күйеуге шығатын кезде, то есть сөз айтқан кезде истихара оқыдым. Неше түрлі дұғасын оқысаң да пойдет деп айтады ғой. Каждый кездесуге шыққан сайын истихара оқып, дұға айтып шығатын, Аллахым, менің көзімді аш, маған өзің көрсет, веди меня сам деген сияқты дұғаларымды айтып шығатын. И каждый раз маған знактар келе бастады. Ол басқа адамдар хабарласып, Маржан, оның ата-анасы осындай адамдар, өте жақсы адамдар, Маржан, ол мынандай жігіт, ол мынандай, немесе басқаша знактар да болуы мүмкін. Біз өте көп сөйлестік, біз ашық болдық бір-бірімізге. Қазірдің өзінде біз кез келген ситуация болсын, мен тырысып қалсам да, ұрысып қалсақ та, енді олай ұрысамыз деп айта алмаймын, но Аллаға шүкір, барлық ситуацияда мы понимаем, что надо разговаривать. Екеуміз бір-бірімізге қырылу үшін ұрысып жатқан жоқпыз, біз чтобы улучшить наши отношения, бір кез келген мәселені шешу үшін бұл келіспеушілік болып қалды, поэтому мы должны открыто разговаривать. Мен өзімнің сезімдерімді, өзімнің ойымды айтамын, бұл өзінің сезімі, немесе өзінің мазалап тұрған заттарын айтады деп. И солай біз кездесу барысында өте көп барлығын талқыладық, прям кішкентай нәрседен бастап үлкен нәрсеге дейін талқылап тастадық. Мына нәрсеге қалай қарайсың, мына нәрсеге қалай қарайсың. Кейбір жігіттерде ол өтірік айтуы мүмкін, это нормально, типа қызды қаратып алу үшін айта салуы мүмкін. Поэтому сөзге ғана емес, әрекетке де қарау керек. Өйткені құры сөзбен Лев Толстой болуы мүмкін. На самом деле, қандай еді? Комментарийға жазсаңыздаршы. Точка бірдеңе деген. Сондай бірдеңе бар еді ғой. Ну, в общем, все. Барынша айта алдым деп үміттенемін, жеткізе алдым деп үміттенемін. Сұрақтарыңыз болса, немесе видеода ұнаған нәрселер болатын болса, комментарийға жазып кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Өйткені әлі алда темалар көп болады деп үміттенемін. Ну вот, короче, я старалась, бір подругам айтып беріп жатқан сияқты болдым. Ойбай деп қатты бір дайындық болмады. Мына нәрсені цензураны алып тастау керек деген вообще видео без монтажа шығады. Вот, шүкір. Пока сау болыңыздар, барлықтарыңыз бақытты болыңыздар, бақытты болуға лайықтысыздар. Әр қыз, әр жігіт өзіне хайырлы болған, бақытты болатын, жәннаттық болатын, бірге қол ұстасып, жарларын, жұптарын тапсын деп дұға етемін. Кстати, соңғысы, мен
Қызық история. Инстаграмда бір жаман видео көріп қалдым, шынымен қатты. Сол кезде мен дұға еткен жоқпын, комментарий жазып жібердім да. Осы барлық бойдақ қызға өте жақсы күйеу, өте жақсы ата ене бұйырсыншы деп, солай шынымен от души прям жазып жібердім. Өйткені шынымен қатты менің жүрегімді қынжылтқан болатын анау ситуация. И барлық адам лайк баса береді. И когда я уже собиралась, то есть қазір, когда собираюсь выйти замуж, сол кезде есіме түсіп кетті да, мұсылман бауырыңа тілеген дұғаң қабыл болады ғой. И мен қаншама адамға дұға еттім. И представляете, бәрі аумин деп айтты. Мен басқаларға еткен дұғам бәрібір оны маған да беріп жатыр да Аллах. И вот сол үшін көре алмаушылық, басқа темалардың бәрін алып тастап, жүрегімізден құрбымыз үшін, даже можете Рамазан келе жатыр, попросить бірнеше құрбыларыңыз болып қосылып, Рамазанда, ауызашарда, тахаджудта осы бір-бірімізге осылай дұға етеміз деп сұрасаңыздар, это очень рабочая тема. Все, bye.